10 ғасырдан бұрын өмір сүруін тоқтатқан қаланың бүгінгі күні тек үйінділер мен тұрғын үйлердің орны ғана сақталған. Қорғаныс қабырғалары да тек үйінді түрінде қалған. Біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының аяғында Оғыз тайпалары бірігіп мемлекет дәрежесіне көтерілді. 10 ғасырда Оғыз мемлекетінің астанасы Еңгекент немесе Жаңа Грузия деп аталды. Осы кезеңде Сырдарияның бойына қала мәдениеті дами түсті. Бұл қалалар өзен жағалауындағы керуен сарай қызметтері мен сауда жолдарындағы маңызды бекет қызметтерін атқарады. Солардың бірі Кескенкүйік қалашығы. Алғаш рет 1946 жылы Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясы археологиялық барлау жұмыстарын жүргізген. Қалашықтың аумағы Жанкенттен үлкен. Қалашық мықты қабырғалармен қоршалып, сыртына ор қазылып қорғанысы күшейтілген. Ұлы Жібек жолындағы халықаралық сауда қарым-қатынастары қала тіршілігіне үлкен ықпал еткен. Себебі қалашық Жібек жолының тоғысқан жерінде орналасып, Оғыз даласын Хорезм, Мәуереннахр және Қорасанмен байланыстыратын дәліз қызметін атқарды. Ортағасырлық Кескенкүйік қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары оның Жібек жолы бойындағы ірі қала екендігін айқындап, қолөнер кәсібі мен сауда, ауыл шаруашылығы дамыған орталықтардың бірі екендігін көрсетеді. Қала тұрғындары аңшылықпен де айналысқан. Кескенкүйік қалашығының керамикасы өндірісі де жолға қойылса керек. Қала қолөнершілері құстардың, көгершін, суреттері мен шырша тәрізді, геометрия тәрізді өрнектелген ыдыстар жасаған. Сонымен бірге сүйектен, металдан әр түрлі бұйымдар жасаған.